Сәлем баршаңызға достар. Дертке шипа арнасына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Бас ауруынан қалай құтылуға болады? Бас ауруы айтарлықтай зиянсыз құбылыс. Алайда бас ауруы неғұрлым елеулі себептерге байланысты болуы мүмкін. Ондаған түрлі аурулар мен жағдайлар бас ауруын тудыруы мүмкін. Алайда біз жиі бұлшық еттер немесе эмоционалды жүктемелерге байланысты туындаған шиеленісті бас ауруын бастан өткереміз. Мұндай бас ауруын көп жағдайда қалыпты немесе қарапайым деп атайды. Шиеленісті бас ауруы самайдың аздап ауырсынуынан немесе керісінше желкеден жоғары көтеріліп басталуы мүмкін. Бұның артынан сыздатып мазасыздандыратын созылмалы ауру басталады. Содан кейін ол күшейеді немесе басты қатты қысады. Әдетте солқылдатпайтын тұрақты ауырсыну орташа жағдайдағы ауырсыну болып табылады. Бұған шыдау қиын, бірақ адам төзгісіз деп айтуға келмейді. Алғашқы көмек. Күйзелістен кейін немесе жоғары физикалық белсенділіктен кейін пайда болған бас ауруын жеңу үшін бірнеше қарапайым әдістерді қолдануға болады. Бөлмені жақсылап желдетіңіз немесе егер уақытыңыз жеткілікті болып, ауа райы қолайлы болса, таза ауада серуендеп қайтыңыз. Көзді жұмып жатып демалыңыз. Кейде ауырсынуды жеңу үшін 15 минут тыныштықта және қараңғыда демалу жеткілікті. Суық компресс жасаңыз. Суық су тұрған ыдысқа жалбыз немесе лаванда эфир майын қосып, онымен кішкене сүлгіні сулап, самай мен маңдайыңызға қойыңыз. Егер ауырсыну кетпесе және қалыпты жұмыс істеуге кедергі келтірсе, ауырсынуды басатын дәрілерді қабылдауға болады. Маңыздысы, бас ауруы айтарлықтай зиянсыз құбылыс. Алайда бас ауруы неғұрлым елеулі себептерге байланысты болуы мүмкін. Ол көп жағдайда гипертониялық аурулардың, күретамыр гипотониясы, бүйрек және эндокринді патологияның, жоғарғы тыныс жолдары ауруларының, көздің, депрессияның көрінісі болып жатады. Бастың жиі ауруы мойын омыртқаның бұзылуымен біріктіріледі. Бірақ бас ауруына мән бермеуге болмайды. Егер басыңыз үнемі ауыратын болса, дәрігерге қаралып тексерілу қажет. Естеріңізде болсын, бас ауруы кезінде. Бірінші, алкоголь ішуге болмайды. Оның босаңсытатын әсері сіз ойлағандай көмектеспейді. Ол қан тамырын кеңейтеді және алғашында ауруды басады. Бірақ содан кейін ауру қайтадан пайда болып, 2 есе күшейеді. Екінші, бас ауруы кезінде шылым шегуге болмайды. Себебі никотин қан тамырларын бірден тарылтып жібереді. Ал соның салдарынан ауырсыну одан да күшті болады. Үшінші, басқа мұз қоюға болмайды. Бас ауруы және оның әсері әр түрлі болғанымен, адам әрқашан оның себебін дұрыс түсіне бермейді. Егер шиеленісті бас ауруы кезінде суықпен емдеу зиян келтірмесе, бірақ күретамырлық қысымның көтерілуінің салдарынан болатын ауырсыну кезінде жағдайды нашарлатуы мүмкін. Төртінші, анальгетикалық таблетканың біреуі көмектеспесе, екіншісін қабылдауға болмайды. Бас жиі ауыратын болса, елеулі аурудың белгісі болуы мүмкін. Сондықтан бұл жағдайда дәрігерге жүгіну керек, бас ауруының пайда болу қаупін төмендету үшін. Бірінші, компьютерде жұмыс істеген кезде көзіңізді демалдырып, жарты сағат сайын үзіліс жасаңыз. Сағат сайын 5-10 минутыңызды физикалық жаттығуларға бөліңіз. Мысалы, орындықта отырып арқаны жазып, түзелгеніңізде арқаның бұлшық етін ширатып, осы күйде 5 секунд тұрыңыз. Бұл жаттығуды 5-6 рет қайталаңыз. Екінші, таза ауада жиі серуендеу керек. Күніне кем дегенде жарты сағат сайын жаяу серуендеңіз. Үшінші, бір уақытта ұйықтап, бір уақытта тұрыңыз. Төртінші, бекон, шұжық және басқа да шұжық өнімдері және ірімшік, йогурт, тауық бауыры, қызыл шарап және жаңғаққа әуес болмаңыз. Себебі бұл өнімдердің құрамында бұл бас ауруын тудыратын заттар бар. Бас ауруын қалай емдеуге болады? Егер зардап шегушілер өздерінің созылмалы бас ауруынан зардап шегуді бастан кешіргісі келсе, немесе ауыр бас ауруын бастан кешіруі мүмкін асқынулардан аулақ болғысы келсе, әрбір жеке тұлғаның жағдайына неғұрлым қолайлы дұрыс дәрі-дәрмекті, баламалы терапияны, алдын алу әдістерін қолдану арқылы проактивті тәсілді қолдану маңызды. Міне сіздерге бас ауруы жайлы ақпарат берілді. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.